Facebook аккаунтын қалай ашамыз? Ол үшін ноутбугыңыздан немесе телефоннан Google аккаунтқа кіресіз. Яғни Googleға кіресіз, потом поиск деген жерге Facebook деп жазасыз. Одан бірінші тұрған жолды басасыз, потом создать аккаунт дейсіз. И өзіңіздің имяңызды жазасыз. Бұл жерде ерке қыз немесе батыр бала деген сияқты жазудың қажеті жоқ. Барлығын толықтырып жазасыз. Мына жерге өзіңіздің шынайы номер телефоныңыз, чтобы SMS келу үшін. Барлығын анықтап, дұрыстап толтырыңыздар. Регистрация бастырмасын басасыздар, потом. И осылай аккаунтымызға кіресіз. Бұл жерде мен өзімнің қазіргі жұмыс істеп тұрған аккаунтыммен кіріп көрсеттім. Сіздерде мына жерде сурет ештеңе тұрмайды. Өздеріңіз редактировать фотообложки деп мына жерде өзгерте берсеңіздер болады. Потом аты жөндеріңізді жаңағыдай дұрыстап. Одан кейін Facebook аккаунт как минимум бір 5-6 күн немесе 10 күн деп айтады енді көбісі, бірақ 5-6 күнде жұмыс жасап тұрған болса жетеді. 5-6 күн ашылғаннан кейін реклама жібере берсеңіздер болады. Facebook аккаунт бізге не үшін керек? Бұл жерде біз өзіміздің ADS менеджер деген осы жерде, яғни таргеттік реклама жіберетін. Ол қазір Инстаграммен тікелей байланысты. Себебі өздеріңіз білесіздер, Инстаграмды Facebook сатып алған. Сондықтан да қазір барлық осы Facebook арқылы жұмыс жасалынады. И сіздер ең бірінші күні барлық достарыңызды добавить етіп алмаңыз. 2-3 достан добавить етіп, суреттеріңізді салып, ақырын активность таныта берсеңіздер болады. Сразу Facebook'та да активный болып кетпеңіз, себебі сізді робот немесе бот екен дегендей қылып Facebook банға жібереді.